Өкініштер кітабы. Нора кітапқа қарады, енді көрді. Мұқабасында шағын қаріптермен теріп жазылған жазу бар екен. Түнеге шыр етіп келгеннен бері әр өкінген сәтін осы кітапта жазулы, деді миссис Элм кітаптың мұқабасын шертіп. Енді оны ашып көруіне болады. Кітап тым ауыр болғандықтан Нора тасы денге малдас құрып отырды да, кітапты тізесіне қойды. Беттерді парақтап қарай бастады. Кітап тарауларға бөлінген екен. 0, 1, 2, 3 деп. Нораның жасына қарай хронологиялық ретпен түзілген. 35-ке келіп тоқтайды. Жыл өткен сайын тарау көлемі де ұлғая береді екен. Бірақ Нораның өкініштері нақты бір жылға байланбаған сияқты қисқа-жиқа орналасқан. Өкініштер хронологияны керек қылмайды. Олар қалаған жағына кете береді. Тізім реті әр кез ауысып отырады. Түсінікті. Солай болғаны да жөн шығар. Өкініштер сан алуан екен. Қатты мән беруге тұрмайтын өткінші өкініш. Бүгін жаттығу жасамағаныма өкінемін. Өмір бойы жүректі сыздататын ауыр өкініш. Тірі кезінде әкеме жақсы көретінімді айтпағаным үшін өкінемін. Парақты ашқан сайын алдынан шығатын тұрақты өкініштер де кездесті. Лабиринт тобында қалуым керек еді. Ағамды жерге қаратқаныма өкінемін. Лабиринт тобында қалуым керек еді. Өз өміріме балта шапқаныма өкінемін. Табиғатты қорғау үшін қолымнан келетін істің бәрін жасамағаныма өкінемін. Әлеуметтік желіге кеткен уақытыма өкінемін. Изимен бірге Австралияға кетпегеніме өкінемін. Жас кезінде көбірек көңіл көтермегеніме өкінемін. Әкеммен дауласып ренжіскен сәттеріме өкінемін. Жануарларға күтім жасайтын адам болмағаныма өкінемін. Университетте философия орнына геология оқымағаныма өкінемін. Бақытты адам болудың қыр-сырын білмегеніме өкінемін. Өкініштен көз ашпайтыныма өкінемін. Испан тілін үйренбей кеткеніме өкінемін. Жоғары сыныпты бітіргенде емтиханға жаратылыстану пәндерін таңдамағаныма өкінемін. Глицолог болмағаныма өкінемін. Тұрмысқа шықпағаныма өкінемін. Кембриджде философия магистр дәрежесін алмағаныма өкінемін. Денсаулығыма көңіл бөлмейтініме өкінемін. Лондонға көшкеніме өкінемін. Ағылшын тілін оқыту үшін Парижге бармағаныма өкінемін. Университетте бастаған романымды аяқтамағаныма өкінемін. Лондоннан көшкеніме өкінемін. Лондоннан кеткеніме өкінемін. Мәнсіз жұмыс істеп жүргеніме өкінемін. Жақсы қарындас бола алмағаныма өкінемін. Университет бітірген соң саяхатқа шықпағаныма өкінемін. Әкемнің көңілін қалдырғаныма өкінемін. Пианинода ойнауымнан басқаларға үйретуім көп болғанына өкінемін. Ақшаға жарымай жүргеніме өкінемін. Ауылда тұрмайтыныма өкінемін. Кейбір өкініштер басқалары сияқты емес, айқын көрінбейді. Бір өкініш көрінбей кетіп қайта пайда болды. Жылтылдап шығып тұрады екен. Перзент сүйіп ана болмағаныма өкінемін деп тұр. Бұл сенің тұрақты өкінішің емес, кейде ғана пайда болады, деді миссис Элм. Осындай бірнеше өкініш бар. 34 жасынан бастап кітап соңына дейін дәнге қатысты өкініштер тым көп кездеседі екен. Олар қара бояулы қаріппен жуан болып жазылған. Хайдн концертіндегі фортиссимо аккорды сияқты жиі кездесе берді. Дәнге опасыздық жасағаныма өкінемін. Дәнге тұрмысқа шықпағаныма өкінемін. Дән екеуміздің ауылда пабымыз болмағанына өкінемін. Дәнге қатысты өкініштерін оқып отырып, Нора тұрмысқа шығуға шақ қалған адам туралы ойлады.